анау құжаттар бір нәрселер үлгермей қаламын, сонымен кешкі 9-ға дейін отырамын, 10-ға дейін отырамын, тіпті 11-ге дейін отыратын кездерім болады да. И соны мен еще мақтанып жүрмін ғой. Мен деген ойбай күшті жұмыс істеп жатырмын, андай адамдарға пайдалы болайын деп жатырмын, анау деп жатырмын, мынау деп жатырмын, соны мақтанып жүрмін. И бір күні маған бір үлкен ұстаз бүйтіп айтты: Азамат, неге кешігіп жүрсің деді да. Мен айтамын, кешіккенде қалай дедім, мен жұмыс істеп жатырмын ғой дедім. Неге кешке дейін отырасың деді да. Мен айттым, ойбай, енді мектептің қамы ғой деп едім. Азамат деді, жұмыстан кешке дейін отыру мақтаныш емес деді. Жұмыста кешке дейін отырған ұстаз, демек күндіз уақытын тиімсіз пайдаланып жатыр деді. Басқа. Мен өзім үшін мақтанып жүргенмін негізі мақтанып жүргенмін. Ойбай, мен деген не деген жан қиярмын, оқушылар болашағы үшін деп жүргем. Шынымен анализ жасасам, бізге 1,5 сағат беріледі обедке, сол кезде ғой енді. И мен 1,5 сағат обед